Әкелерді 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймын. Жеңіс дейміз, жалауымыз желбіреп, көктем күні нұрын төксе елжіреп, тап осындай бейбіт күнге жеткізген әкелер мен ағалар ғой ер жүрек, қорғап қалған қаласы мен даласын, білеміз бе бабалардың бағасын, қан маңдайда бала аңсап, анасын келеді деп ана күтті баласы, жауынгерлер отан үшін ерледі, жауларына сүйем жерін бермеді, жанын қиып туған жерім елі деп. Амал қанша көпшілігі келмеді. Боздақтардың ұрпақтары өрістеп, болашақтың бақытымен бөліспек, өткен күннің өшпейтұғын белгісі, өсіп жатыр жеңіс гүлдер жеңіспек. Ойламаңдар жеңіс көзі соғыс деп, алдарында күтіп тұрған санс көп. Жетістікке жеткен сайын әр істе, соның бәрін сынай берген жеңісте. Жеңіс туы желбіреген кездерде, қуаныштың жас үйірілген көздерге, отан үшін отқа түскен аянбай, батырлықтың рухы мұра біздерге. Ұлы жеңіс тарихта да жырланған, тебіренер еске алса әр халық. 75 жылдың мерейтойы жеңістің, ардагерлер рухына бағыштайы. Жолбақ қарттарына қан майданда, өлмеді олар елікпе қаша қайда. Кеудесі бе тоқтатып оқ бораны, ескерткіш болып тұрған жоқ жайдан жайға. Қанмен де жанмен де берді үлесін. Жоқ болды арамызда мың есім. Отан іші отқа түскен ұлдарын, ұмытпайды ұрпақтарын, оны ешкім.